Салем достар, бүгін біз сіздермен комбинаторика элементтерінің ішінде Ньютон биномын қарастыратын боламыз. Алдымен Ньютон биномында тереуді орнын еске түсірейік. Тереудің барлық коэффициенттері ол екі санының дәрежесінің көбейтіндісіне тең екенін білеміз. Осы тереудің кез келген екі мүшенің дәрежесін ашуда тереудің көмегі өте қажет. Алдымен ең қарапайымнан бастайық. Сонда А және Б санының қосындысының n дәрежесі, ол бізде тереу бойынша Cn0, A-ның n дәрежесі, B-ның 0 дәрежесі. Қосылған Cn1, A-ның n-1 дәрежесі, B-ның 1 дәрежесі. Қосылған Cn2, A-ның n-2 дәрежесі, B-ның 2 дәрежесі. Қосылған тағы сол сияқты Cn n-1, онда A-ның 1 дәрежесі, ал B-ның n-1 дәрежесі. Және қосылған Cn-n, A-ның 0 дәрежесі, B-ның n дәрежесіне тең. Осы жіктелуді бірінші формула деп белгілесек, осы екі мүшені n дәрежеге қосындысының жіктелуін Ньютон биномы деп атайды. Енді Ньютон биномын тағы да дәлірек қарастыру үшін n тең 0 болсын. n тең 0 болса, онда A қосылған B-ның 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Яғни кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең екенін білеміз. Енді осының n тең 1 болғандағын қарастырайық. n тең 1 болғанда A қосылған B-ның 1 дәрежесі дегеніміз, ол A-ны A қосылған B-ға тең деген сөз. Сонда берілген мүшелерді қарастырсақ, A қосылған B-ның 0 дәрежесінде 1 ғана мүше болса, ал 1 дәрежесінде 2 мүше пайда болды. Енді n тең 2 болғанын қарастырайық. Ол бізде A қосылған B-ның квадраты, яғни 7-ші сыныпта өткен қысқаша көбейту формуласы. Ол бізде A квадрат қосылған 2AB қосылған B-ның квадратына тең. Енді осыны біз Ньютон формуласымен ашатын болсақ, бізде қалай болады? С2-ден 0, A-ның 2 дәрежесі, B-ның 0 дәрежесі. Қосылған С2-де 1, A-ның 1 дәрежесі, B-ның 1 дәрежесі. Қосылған С2-де 2, A-ның 0 дәрежесі, B-ның 2 дәрежесі. Сонда әр мүшені ықшамдайтын болсақ, бірінші мүшеміз бізде ықшамдасақ, ол бізде А квадратқа тең. Ал екінші С2-ден 1 болған кезде тереудің мәні 2-ге тең. 2AB-ға тең. Ал үшінші мүшесінде С тереу 2-ден 2 болған кезде, яғни бұл жерде мәні 1-ге тең болады да, А-ның 0 дәрежесі 1-ге тең, сонда тең B-ның квадратына тең деген сөз. Келесі n тең 3 болғанды қарастыратын болсақ, n тең 3 болған кезде A қосылған B-ның 3 дәрежесі. Бұл да қысқаша көбейту формуласы бойынша A-ның кубы қосылған 3 еселенген A квадрат B қосылған 3 еселенген AB квадрат қосылған B-ның кубына тең болатын. Ал енді осыны біз Ньютон биномы бойынша ашатын болсақ, С3-ден 0, A-ның 3 дәрежесі, B-ның 0 дәрежесі. Яғни бірінші элементтің дәрежесі ең үлкен болады дағыны, ал екінші элементтің дәрежесі керісінше 0-ден жоғары қарай өсетін болады. Қосылған С3-де 1, A-ның 2 дәрежесі, B-ның 1 дәрежесі. Қосылған С3-ден 2, A-ның 1 дәрежесі, B-ның квадраты. Қосылған С3-де 3, A-ның 0 дәрежесі, B-ның 3 дәрежесі. Енді әрқайсысын есептейтін болсақ, тереуде С3-ден 0-дің мәні әрқашан 1-ге тең болатын. A куб өзі қалады, B-ның 0 дәрежесі 1-ге тең. Сонда бірінші мүшеміз A кубқа тең екен, оңай көруге болады. Екінші, тереу С3-ден 1-іміз тереу бойынша ашатын болсақ, ол бізде мына бөлікке ашайын. С3-ден 1. 3-ден 1 болған кезде 3 факториал
1 факториал, 2 факториал. Яғни бұның мәні 3-ке тең болатын. Яғни 3а квадрат б. Екінші мүшесі шығады. Дәл солай с 3-тен 2 деген сөз, ол бізде с 3-тен 1-мен тең, оның да мәні 3-ке тең. 3а б-ның квадратына тең деген сөз. Ал қосылған с 3-тен 3 а-ның 0 дәрежесі б-ның кубы, б-ның кубына қана тең. Сонда с 3-тен 0-дің коэффициенті мен с 3-тен 3-дің коэффициенттері тең деген сөз. Және с 3-тен 1 мен с 3-тен 2-ның коэффициенттері өзара тең екенін көруге болады. Енді бір байқағанымыз, берілген екі мүшенің дәрежесі екеу ғана болған кезде мүшелер саны 3-ке тең. Ал екі өрнектің қосындысының кубы дәрежесі 3-ке тең болған кезде мүшелер саны 4-ке тең деген сөз. Яғни бұл дегеніміз дәреже саны мен мүше саны салыстырғанда дәрежесі 3 болса, мүшелер саны 1 санға артық деген сөз. Енді кез келген n тең k үшін бұл жердегі k кіші болсын n-нен. K кіші болсын. Керісінше k кіші болсын. Мысалы, бір санды аласылар, бір 5-тен кіші болсын. Сонда n-іміз 4 бола алады, 3 бола алады, 2 бола алады, 1 бола алады деген сияқты. Онда k-мыз 5-ке тең болған кездегі теруді жазсақ, ол бізде а қосылған б-ның 5 дәрежесі. Оны біз коэффициенттерін есептемей-ақ, біз бином арқылы жазатын қарастырайық. Сонда с 5-те 0, а-ның 5 дәрежесі, б-ның 0 дәрежесі. Қосылған с 5-те 1, а-ның 4 дәрежесі, б-ның 1 дәрежесі. Қосылған с теру 5-тен 2, а-ның 3 дәрежесі, б-ның квадраты. Қосылған с 5-те 3, а-ның квадраты, б-ның 3 дәрежесі. Қосылған с 5-те 4, а-ның 1 дәрежесі, б-ның 4 дәрежесі. Қосылған с 5-те 5, а-ның 0 дәрежесі, б-ның 5 дәрежесі деген сөз. Бұл жердегі енді дәрежесі 5 болғандықта мүшелер саны 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл жердегі бірінші коэффициент пен соңғы коэффициенттері 1-ге тең. Ал б-ның 0 дәрежесі 1-ге, а-ның 0 дәрежесі 1-ге тең. Сонда бірінші мүшеміз а-ның 5 дәрежесіне тең деген сөз. Ал енді с 5-те 1 мен тең болады с 5-те 4. Олардың мәні тең 5-ге. Сонда келесі болады 5 қосылған 5 а-ның 4 дәрежесі б деген сөз. Ал соңғы келесінің соңғы мүшесіне санағанда екінші мүшесі 5а б-ның 4 дәрежесі болады. Ал енді келесі үшінші мүшесін қарайық. Бұл жердегі с теру 5-тен 2 мен с 5-тен 3 терулер тең. Ал бұның мәнін табу үшін 5 факториал, 3 факториал, 2 факториал. 4 пен 5-тің көбейтісі 20, 20-ны 2-ге бөлсек 10-ға тең деген сөз. Сонда ол бізде болады қосылған 10 а-ның 3 дәрежесі, б-ның квадраты. Және қосылған 10 а-ның квадраты, б-ның 3 дәрежесі. Және қосылған 5а б-ның 4 дәрежесі. Және қосылған б-ның 5 дәрежесіне тең. Яғни бұл жердегі n кез келген дәрежесіндегі екі мүшенің қосындысын немесе айырмасын осы Ньютон бином бойынша жіктелу арқылы коэффициенттерін табуға болады. Балалар, біз сіздермен комбинаторика элементтері, соның ішінде Ньютон биномын қарастырдық. Келесі кездескенше сау болыңдар.